Барлықтарыңызға бүгінгі картамызды жұлдыз жорамалға арнайтын боламыз. 1 желтоқсан мен 10 желтоқсан аралығын көретін боламыз. Яғни 10 күн қыстың алғашқы күндері. Лайк басып, тіркелуді де ұмытпаңыздар. Бірінші жұлдыз белгісі бізде тоқтылар. Тоқтыларда жалпы атмосферасы қалай болады? Махаббат жағын көретін боламыз. Және жұмыс жағы, қаржы жағы. Жалпы атмосферасында барлығын контрольде ұстауға тырысу, кішкене көп сөйлеспеу, айналадағы адамдармен өзіңізбен өзіңіз болу, қаржы жинау, бір нәрсені үнемдеу, өзіңізді сақтау, өзіңіздің денсаулығыңыз болсын, кез келген нәрседе өзіңізді ұстай білу, сақтық карталары көрсетіліп тұр. Яғни бұл жерде өзіңізді ұстау, мықты болу, ішкі сенімділік картасы түсіп тұр жалпы атмосферасында. Енді махаббат жағын көретін болсақ, тоқтыларда махаббат жағында жұбыңызбен бір кішкене сөзге келіспей қалу, одан кейін жүректің жаралануы мүмкін, екі жаққа кетулеріңіз мүмкін, немесе араларыңызда үнсіздік болуы мүмкін, қатты сөздер болуы мүмкін, реніш, көңіл қалу, бір-бірлеріңізді қаламау, әркім өз әлемінде, яғни жабық позиция көрсетіліп тұр да жалпы атмосферасында да. Ал бойдақтар үшін жаңа адам, жаңа жұп кездеседі деп айта алмаймын. Енді жұмыс жағын көретін болсақ, тоқтылардың жұмыс жағында барлығы стабильны, тұрақты, ешқандай өзгеріс болмайды, үлкен өзгеріс болайын деп тұрған жоқ. Сіздерде қазіргі сәтте қалай бар, солай болады деп көрсетіліп тұр. Стабильность, бір доход көзі деп көрсетіліп тұр. Енді қаржы жақтарыңызды көретін болса, қаржы жақтарыңыздан кішкене жетпеу, бәрін ретке келтіру үшін сізге нақтырақ бұл жерде ақшаңызды үнемдеу керек. Айдың басында сіздерге қаржы жағынан үлкен покупкалар ала алмайсыз деп көрсетіліп тұр. Жалпы айтқан кезде кеңес ретінде де бұл жерде жалпы атмосферасында сіздер өздеріңізді, денсаулықтарыңызды күтулеріңіз керек, мықты болуларыңыз керек, еш нәрсеге мән бермеулеріңіз керек. Қиындықтар болып жатырса, осы жеңіл өткізуге тырысуыңыз керек. Яғни өзіңіздің жүйке жүйеңізді сақтауыңыз керек, денсаулығыңызды, қаржыңызды да үнемдеп ұстағаныңыз дұрыс деп көрсетіліп тұр. Келесі бізде екінші торпақтар. Торпақтарда 1 желтоқсан мен 10 желтоқсан арасы жалпы атмосфера қалай болады торпақтар үшін, және махаббат жағы, жұмыс жағы, және де қаржы жағы. Жалпы атмосферасында тұрақтылық, өзіңізді жақсы сезіну, сенімділік, өзіңіз нақты шешімдер қабылдау, өзіңіздің жоғарылату, мәртебеңіз көтерілу, сенімділік картасы. Бұл үлкен сенімділік картасы. Бұл 10 күн сізге үлкен сенімділік береді деп көрсетіліп тұр жалпы атмосферасында. Енді махаббат жағын көретін болсақ, өткен сәтіңіздегі қарым-қатынас ұмыта алмауыңыз мүмкін, өткен сәтіңізде қарым-қатынастағы адаммен қайта қарым-қатынас жасауларыңыз мүмкін, өткенді ұмыта алмау кішкене, осы 10 күнде жұбыңызды жібере алмау көрсетіліп тұр. Бірақ екеулеріңізде мүмкіндік те бар деген сөз деп көрсетіліп тұр жұптарыңызда. Ал бойдақтар үшін өзінің жұбын, нақты жұбын таба алмау, сіздер айналаларыңызға жақсылап қарауларыңыз керек. Барған жерлеріңізде сіздің тағдырыңыздағы адам жолығуы мүмкін, сіз оны елемеуіңіз мүмкін, байқамауыңыз мүмкін деп көрсетіліп тұр. Енді жұмыс жағын көретін болсақ, торпақтардың жұмыс жақтарыңызда үлкен өзгеріс, жаңа бастама, жақсы жаққа қарай даму, жұмыста мәртебенің көтерілуі, айтып отырмын ғой, үлкен сенімділік, яғни жауапкершілік алу. Бұл жерде король пентаклиде болып түсіп тұрсыз бір жағынан, әйел адамдар көріп отырған болса да, қыздар көріп отырған болса да, жұмыста мәртебеңіз көтерілуі, бәлкім жаңағы үлкен қызметке де отыру картасы көрсетіліп тұр. Жұмыс ауыстыру, ол ауыстырған жұмысыңыз жақсы бағытқа, болашақта деген тұрақтылыққа сенімділік беретін жұмыс болу мүмкін деп көрсетіліп тұр. Енді қаржы жақтарын көретін болсақ, торпақтарда қаржы жақтарыңызда сіздер ақшаларыңызды жаратпауға тырысуларыңыз мүмкін. Яғни ақша бұл жерде айналымды жақсы көреді. Сол үшін ақшаны айналымда ұстап, яғни бір жағынан қатты болғандарыңыз да дұрыс ақшаға, дегенмен ақшаны одан да көбейту үшін сіздер жаңағыдай айналымдар жасап, немесе
өзіңізге выгодны жағынан қаржы жұмсауыңызға болады деп көрсетіліп тұр. Қаржыңызды тек ұстап сақтап отырғанда болмайды деп көрсетіліп тұр. Енді бізде келесі үшінші белгі егіздер. Егіздерде жалпы атмосфера қалай болады? Махаббат жағы, жұмыс жағы және қаржы жағы қалай болады? Көрейік. Жалпы атмосферасында сіздер өз-өздеріңізді жертва позициясында ұстауларыңыз да мүмкін, ештеңе жасағыларыңыз келмей, яғни бір жауапкершілік алғыларыңыз келмеуі мүмкін, бұл менің міндетім емес, менің жасауым керек нәрсе емес деген сияқты нәрселер де болуы мүмкін. Немесе сіз осы уақытқа дейін өміріңіздегі болған нәрселердің жаман жақтарды мысалға жақсы жағынан көру де болуы мүмкін. Жалпы айтқан кезде ситуацияны сіз басқа ракурста көресіз деп көрсетіліп тұр. Жалпы атмосферасында сізде кішкене пассивный позиция болып тұр. Енді егіздердің махаббат жағын көретін болсақ, жұбыңыздың сізге келуі, жақсы қарым-қатынас, бойдақтар үшін жаңа жұптың табылуы, кездесулер, бір-бірлеріне қарай жол жүру жұптар, екеулері ортақ бір елге немесе қалаларға қыдыру, бірге жүру картасы түсіп тұр махаббат жағынан. Енді жұмыс жағынан көретін болсақ, егіздерде жұмыс жағынан бір белгілі бір проектіні аяқтау, немесе сіздерде пенсияға шығу, отпускыға шығу, бір демалыс алу болуы да мүмкін, шетелге шығу да көрсетіліп тұр. Басқа қалаларға да бұл жерде махаббат жағынан да, жұмыс жағынан да бұл жерде жол жүру, бір нәрсені аяқтап бітіру және де уақытты өзіңізге арнау картасы көрсетіліп тұр да бұл жерде. Айтып отырмын ғой, сізде жалпы атмосферасында егіздерде ситуацияны басқа қырынан қарау деген, яғни сіз өзіңіз әлі көрмеген жерді барып көрулеріңіз мүмкін. Ол басқа қала болсын, ел, мемлекет болсын, иә. Сол себепті бұл жерде жұмыста белгілі бір жұмысты аяқтау, жаңа жұмысқа деген шабыт, интернет арқылы жұмыс жасау өте қолайлы болып көрсетіліп тұр сіздерге. Енді егіздерде қаржы жағын көретін болсақ, қаржы жағынан тұрақтылық, стабильность, яғни ақша кеткенімен қайта орнына келу картасы да түсіп тұр бір жағынан. Сіздерде бір артық шығын да болмайды, жаңағыдай артық ақшаның да келуі түсіп тұрған жоқ негізінен. Бірақ осы 10 күн ішінде барлығы тұрақты, әр нәрсе өз мақсатына қарай жаратылады деп көрсетіліп тұр. Енді бізде келесі төртінші белгі шаяндар. Шаяндарда жалпы атмосфера қалай болады осы 10 күн ішінде? Махаббат жағы, жұмыс жағы және де қаржы жағы. Шаяндар үшін жалпы атмосферада өте ақылдылық қажет. Барлығын ақылмен шешесіз, көбінесе жүректен гөрі фактке, не болып жатыр айналада, соған нақты қарау, бір нәрсеге анализ жасау, адамдарға жаңағыдай ақыл айту, ақыл алу, кеңес алу деген сияқты нәрселермен өтеді деп көрсетіліп тұр негізінен. Немесе әйел адамның сізге деген жол көрсетуі болуы мүмкін. Яғни дұрыс бағыт беруге әйел адам осы 10 күн ішінде сізге кеңестер айтып отыруы мүмкін деп көрсетіліп тұр. Шаяндарда махаббат жағынан тұрақтылық болады, бойдақтар үшін үйлену болады деп көрсетіліп тұр. Жаңа жұбын табу, қарым-қатынастарыңыз тұрақтылыққа келеді деп түсіп тұр. Махаббатта бұл жерде бір-бірлеріңізге пайдасы бар махаббат болуы мүмкін. Яғни жұбыңызбен үлкен жаңа сезімді эмоциялық махаббат емес, осы 10 күн ішінде бір-бірлеріңізге қаржы жағынан болсын, кез келген өмірде ситуацияларда болсын, қиындықтарда болсын, бір-бірлеріңізге көмектесе алатындай, бір-бірлеріңізге пайдаларыңыз бар болғандықтан бұл жерде қарым-қатынастарыңыз жақсаруы мүмкін, немесе бір-бірлеріңізге үлкен сенімділік арту, сенімділіктің пайда болуы көрсетіліп тұр. Енді жұмыс жағынан шаяндарда жұмыстан шыға алмайсыздар, жұмыс ауыстыру деген нәрсе болмайын деп тұр. Одан кейін жұмыс жағынан жаңа жұмыс іздеп жүргендер үшін табылады жұмыс. Жұмыста өзіңізді көрсету, мықты жағыңыздан көрсету, барлығын жасай алатындығыңызды көрсету, өзіңізді көрсету болайын деп тұр. Интернет желісі арқылы жұмыс жасайтындарда кішкене бір кедергілер болуы мүмкін. Немесе жаңа просто Wi-Fi желісімен, интернет желісімен кедергілер болуы мүмкін. Немесе жаңағыдай конкуренция жұмысыңызда сіздің орныңызға отырғысы келетін, сіздің орныңыздан жаңағыдай кетіргісі келетіндер болуы мүмкін деп көрсетіліп тұр. Яғни, бірақ сіз өз айтқаныңызды жасап, өз айтқаныңызды дәлелдейтін адамсыз деп көрсетіліп тұр. Шаяндарда енді қаржы жағынан көретін болсақ,
армандарыңыздың орындалуына уже сіздер жайлап бастама бастайсыздар, жоспар құра бастауларыңыз мүмкін. Кейбіреулеріңіз жаңағы бір емес бірнеше доход көзі болуы мүмкін. Егер де интернет желісімен жұмыс жасайтын шаяндар болатын болса, онда көп клиенттің келуі, сізге қарай қызығуы, қаржы жағынан бір жерден ғана доход емес, бірнеше жерден доход келуі мүмкін деп көрсетіліп тұр. Енді бізде келесі арыстандарды көретін боламыз. 5-ші жұлдыз белгісі арыстандарда жалпы атмосфера қалай болады? Махаббат жағы, жұмыс жағы және қаржы жағы. Жалпы атмосферасы арыстандарда тұрақтылық, сенімділік, бір жауапкершілікті өзіңізге алу, жан жағыңызды дамыту, гүлдендіру, әдемелеу, басқаларға көмектесу, ақыл айту, кеңес айту, өзіңізді бұл жерде керек адам ретінде сезіну. Айналаңыздағы адамдар сізден көмек сұрауы мүмкін. Өзіңізді жақсы, керемет, тұрақты ұстау көрсетіліп тұр негізінен жалпы атмосферасында. Енді махаббат мәселесінде көретін болсақ, махаббат мәселесінде сіздер егер де жұптарыңызбен қарым-қатынастарыңыз дұрыс болмай жүрсе, қарым-қатынаспен жұмыс жасау болмайын деп тұр. Яғни бізде не себепті талқылап, оны шешуге тырыспауларыңыз мүмкін. Қалай бар, солай болуы мүмкін деп көрсетіліп тұр. Одан кейін коллегаңызда сізден қарым-қатынасқа, коллегаларыңыздың біреуі сізге қарым-қатынас жасауға ұсыныс жасайтын болса, онда оған отказ бергеніңіз де дұрыс деп көрсетіліп тұр карталарда. Ол сіздің жұмысыңызға кедергі келтіруі мүмкін деп көрсетіліп тұр. Махаббат жағынан жұбы жоқтар, бойдақтар жақын арада жұп таппаулары мүмкін деп көрсетіліп тұр. Енді жұмыс жағын көретін болсақ, жұмыс жақтарыңызда жеңіске жету, өзіңізді жақсы жағыңыздан көрсету, мықтылық, көтерілу, жұмыста жаңағыдай жүзіңіздің жарқырауы, жеңіске жетіп, яғни таққада отыру, орындыққа отыру деген сияқты жылжу, даму, айлықтың көтерілуі, премиялар, сондай нәрселер көрсетіліп тұр. Негізінен қаржы жақтарыңызды көретін болсақ, қаржы жақтарыңызда бір даму болады деп айта алмаймын, бірақ бір қалыппен колесо түсіп тұр, колесница, яғни бір қалыппен даму, жылжу болады деп көрсетіліп тұр. Тоқтап та қалмайды, бірақ жылжиды, бірақ жаймен жылжиды. Қаржы сізге қарай келуі жаймен келеді, бірақ жеткілікті жылдамдықпен емес, яғни барлығы уақытымен стабильно деген сияқты көрсетіліп тұр. Енді келесі бізде бикештер. Бикештерде жалпы атмосфера қалай болады? Махаббат жақтарыңыз және жұмыс жақтарыңыз, қаржы жақтарыңыз. Жалпы атмосферасында сізді алдауға тырысуы мүмкін, айналаңыздағы адамдардың қулығын білуіңіз мүмкін, сізді кім алдағысы келіп тұрғанын білу, сезу деген сияқты нәрселерде болуы мүмкін. Сіз де өзіңіз біреуге қулық жасауыңыз да мүмкін. Яғни жалпы қандай сізге адамдар қарым-қатынас жасайды, сіз де оған сондай қарым-қатынас жасайсыз деп көрсетіліп тұр. Бұл жерде тек қана қулық жамансыз деген сөз емес. Бұл жерде ақылдылықпен, қулықпен жаңағыдай кішкене түлкі мінезге салуыңыз мүмкін деп көрсетіліп тұр. Бұл жаман жағынан емес. Енді махаббат жақтарыңыздан көретін болсақ, кішкене жұбыңызбен менен кетіп қалады ма, қарым-қатынас үзгім келмейді деген сияқты сізде жібергіңіз келмеуі мүмкін. Қарым-қатынасты жібергілеріңіз келмеуі мүмкін. Өткен сәтте қарым-қатынасты жібергілеріңіз келмеуі мүмкін. Немесе отбасыларыңыз үшін уайымдауларыңыз мүмкін жұбыңызбен деп көрсетіліп тұр. Және де жұбы жоқтар әзір жұп таппауы мүмкін. Айналада адамдар сізге көңілін білдіріп, сізде біреуді ұнатып, бастама қарым-қатынас жасағыңыз келіп жүрген күннің өзінде де сіз алдыңғы қарым-қатынасыңызда опытыңыз бар, яғни сіз ұнатқан адамыңыздан бас тартқан болуыңыз да мүмкін ұната тұра, яғни уже басы жаралы адам ендігі әрекетін жасау үшін сақтықта тұр, сол сияқты бұл жерде ойланып қадамдар жасауға кішкене қорқақтауыңыз мүмкін махаббатыңызда. Енді жұмыс жақтарыңызды көретін болсақ, бикештерде жұмысыңызда коллегаларыңызбен нашар қарым-қатынас жасамағаныңыз дұрыс деп көрсетіліп тұр. Уайымдауыңыз мүмкін. Сіздікі құр бекерге уайым, жаңағыдай жоғарыдан бір ұрыс естіп қаладым ба,
дұрыс емес нәрселер жасаймын ба деген сияқты, асығыстық шешім емес па бұл деген сияқты бір ашуға берілу, жұмысыңызға байланысты бір көңіл толмау нәрселер болуы мүмкін. Оған уайымдамаңыз, сізде құр бекерге уайымдау картасы түсіп тұр. Сізде барлығы жақсы болады, сіз алға жылжып келе жатырсыз, өз позицияңыздасыз. Сіздіңкі негізінен әділ карта түсіп тұр негізінен. Сіздікі бос уайымдамасаңыз болғаны. Енді бикештердің қаржы жағын көретін болсақ, қаржы жақтарыңызда ер адам сіздің қаржыңызды алғысы келуі мүмкін, алып жаратқысы келуі мүмкін, сізден қаржы тығуы да мүмкін ер адам деп көрсетіліп тұр. Ер адамдар көріп отыратын болса, бұл жерде сіздің партнеріңіз да болуы мүмкін, жұмыс бизнес жағынан сізден ақша тығуы да мүмкін, немесе қаржы жағыңыздан бір кредиттеріңіз болсын, қарыздарыңыз болсын, соны қалай төлеймін деген сияқты бас қатырулар болуы мүмкін деп көрсетіліп тұр. Егер де әйел адам қыздар көріп отырған болса, күйеулеріңіз сізден ақша жасыруы мүмкін деген сияқты, жұптарыңыз деген сияқты көрсетіліп тұр. Ер адам сізден әйтеуір ақша тығу, алдағысы келу, кішкене бір сіздің тарапыңыздан уайымдау болып тұр. Сізде жұмыс, қаржы, ақша жағыңыздан уайымдамасаңыз болады. Енді бізде келесі таразылар, 7-ші жұлдыз белгісі. Таразыларда жалпы атмосферасы қалай болады? Махаббат жағы және де жұмыс жағы, қаржы жақтарыңыз көретін боламыз. 1-ші желтоқсан мен 10-ші желтоқсан. Жалпы атмосферасында алмасу, энергия алмасу, қаржы алмасу, ақша айналымы, қолыңызға ақшаның келуі, кетуі, үлкен айналымдар картасы түсіп тұр бұл жерде. Енді жалпы махаббат жағын көретін болсақ, махаббат жағыңызда таразыларда өзіңізді жақсы сезіну, алғашқы махаббатыңызды көріп қалуыңыз мүмкін, немесе тұрақты жақсы қарым-қатынас, сыйластық, жұбы жоқтар үшін жаңа жұптың табылуы, үйлену, той, отбасы болу, отбасылық сыйластық, тұрақтылық картасы түсіп тұр. Таразыларда өте керемет. Жұмыс жақтарыңызды көретін болсақ, жұмыс жақтарыңызда сіздерде коллегаларыңыздың арасында көре алмаушылық, сізді бір шектеу, бір нақты бір шешім қабылдауға қинап, тығырыққа тіреуі мүмкін деп көрсетіліп тұр бұл жерде. Жұмыс жағыңыздан сізде барлығы өз қолыңызда. Қай таңдауды жасайсыз? Яғни кішкене бір қулыққа басып, коллегаларыңызды да жұмысыңыздағы жеңу, немесе өзіңіздің нақты позицияңызды көрсету. Яғни бұл жерде таңдау жасағаныңыз дұрыс. Яғни коллегаларыңыздың да арасында сіз кішкене қолыққа басқаныңыз да дұрыс деп көрсетіліп тұр. Таразыларда енді қаржы жағын көретін болсақ, қаржы жағыңыздан сіздерде ақшаны көп жаратпау, бұл 10 күн ішінде крупный нәрселер сатып алмау көрсетіліп тұр негізінен. Қолыңызда ақша болу, көңіліңіздің тоқ болуы, бірақ бір активны қаржы табуға қимыл көрсетіліп тұрған жоқ негізінен. Тұрақтылық, просто стабильность картасы түсіп тұр, өзгеріссіз. Енді бізде келесі 8-ші жұлдыз белгісі сары шаяндар. Сары шаяндарда жалпы атмосфера қалай болады? Махаббат жағы, жұмыс жағы және қаржы жағы. Жалпы атмосферасында сіздерде жаңа бастама, жаңалық, жалпы атмосферасында сіздерде қыдыру болуы мүмкін, немесе жаңа жұмыстар, жаңа нәрселер, өзіңіз көрмеген, білмеген нәрселерді жасау, бір жеңілдік картасы көрсетіліп тұр. 10 күн ішінде жеңіл өту барлығы. Жаңа бастамалар, үлкен мүмкіндіктер картасы түсіп тұр негізінен. Атмосферасында өзіңізді жақсы сезіну, жеңілдеу картасы түсіп тұр. Жұбыңызбен қарым-қатынас нақты үзілуі мүмкін. Жұбыңызбен нақты 100%-ға қарым-қатынасты үзулеріңіз мүмкін бұл жерде. Өйткені өзіңіз жеңіл сезіну, жаңадан өмір бастау болуы мүмкін деп көрсетіліп тұр. Жұбы жоқтар жақын арада жұп таппаулары мүмкін. Жаңа таныстықтар болады, жаңағыдай бір көргеннен ұнату деген сияқты нәрселерде болуы мүмкін. Бойдақтар үшін бұл жерде өмірлік жарларыңыз емес, бірақ қарым-қатынас жасауға адам келуі мүмкін деп көрсетіліп тұр. Жұптарыңызбен кішкене ұрыс болуы мүмкін, сабыр сақтағаныңыз дұрыс. Барлығына жаңағы ұрыстарға, реніштерге сіз жеңілді қарағаныңыз дұрыс. Яғни депрессияға үлкен беріліп кетпегеніңіз дұрыс деп көрсетіліп тұр. Өткінші, яғни нәрселерде болуы мүмкін. Сары шаяндарда енді жұмыс жақтарыңызда сіздерде
коллегаларыңызбен жақсы келісім жасай алмауыңыз мүмкін. Жаңа жұмысқа орналасу болады деп айта алмаймын. Тұрақты бір жұмыста жасау, жұмыс таппай жүргендер болатын болса, яғни айлығы, беретін қаржысы көңіліңізді толтырмауы мүмкін деп көрсетіліп тұр бұл жерде. Кішкене түсініспеу жұмыста деген сияқты нәрселер көрсетіліп тұр. Енді қаржыңызды көретін болсақ, қаржыларыңызды саршаяндарда өзіңізді көрсету, интернет желісімен жұмыс жасайтын болсаңыздар, егерде жаңағыдай сіздің қаржының қолыңызға жаңағыдай тағы да бір доход көзінің пайда болуы деген сияқты өзіңіздің өнеріңізді көрсету, өзіңіздің мысалға сататын заттарыңызды көрсету, интернетпен жұмыс жасау, сол арқылы қаржылардың келуі көрсетіліп тұр. Қаржы негізінен әр жерден келу көрсетіліп тұр. Жақсы карта түсіп тұр қаржы жағынан. Енді мергендерде жалпы атмосфера қалай болады? Махаббат жақтарыңыз және де жұмыс жақтарыңыз, қаржы жақтарыңыз көретін боламыз. Жалпы атмосферасында жаңа бастама, үлкен мүмкіндіктер, жаңағыдай бастамалар, өзіңізді жақсы сезіну, жаңа мүмкіндіктер картасы түсіп тұр жалпы атмосферасында. Жаңа жаңалықтар, жақсы жаңалықтар. Махаббат жағыңыздан, жұбыңыздан кішкене көңіліңіз қалуы мүмкін, басқа адам бар екенін білуіңіз мүмкін, сезуіңіз мүмкін. Бұл 100%-ға ұстап аласыз деген сөз емес, бірақ жұбыңыз сізден суып бара жатқанына бір жүрегіңіз жаралануы мүмкін, немесе сіз өз жұбыңызды ұнатпай қалуыңыз да мүмкін деген сияқты нәрселер көрсетіліп тұр. Негізінен көңіл қалу, қатты сөздер, жүрек жаралайтын сөздер болуы мүмкін деп түсіп тұр. Жұбы жоқтар үшін жаңа жұп табылады деп айта алмаймын. Енді жұмыс жақтарыңыз көретін болсақ, жұмыс жақтарыңызда бұл жерде ақылдылыққа салу, жұмысыңызда үлкен мүмкіндіктер картасы түсіп тұр. Жоғарылау, жаңағыдай директор немесе басшы лауазымына дейін көтерілулеріңіз мүмкін деп көрсетіліп тұр. Өзіңіздің жұмысыңызға көңіліңіз толу көрсетіліп тұр. Енді қаржы жақтарыңызды көретін болса, қаржы жақтарыңыздан сіздерге ойлағаныңыздағыдай ақша келу көрсетіліп тұр. Негізінен ақшаның келуі, интернет желісімен жұмыс жасайтын болсаңыздар, заказдардың көп болуы, армандарыңызды орындауға уже ақша жинай бастауыңыз мүмкін, немесе армандарыңыз жаймен орындалып басталуы мүмкін осы 10 күн ішінде мергендер үшін. Енді бізде 10-шы жұлдыз белгісі тауешкілер. Тауешкілерде жалпы атмосфера, махаббат жақтарыңыз және де жұмыс, қаржы жақтарыңызды көретін боламыз. Жалпы атмосферасында тауешкілерде тұрақтылық, қолыңызда ақшаның болуы, стабильность, ана болуы да көрсетіліп тұр. Негізінен аналық мейірім, одан кейін аналық мейірім ер адамдар көріп отқан болса да, анасынан көмек немесе әйелінен көмек деген сияқты нәрселер болады. Жалпы атмосферасында сіздер өте тұрақтылықты, сенімділікті, бір орында орныққандарыңызды түсінесіздер деп көрсетіліп тұр. Негізінен махаббат жағын көретін болсақ, махаббат жағынан жол картасы түсіп тұр. Жұбыңызбен кездесу, жұбыңыздың келуі, жақсы қарым-қатынас жасау, қарым-қатынасы бастама болуы, бастама жасалуы, қарым-қатынастың жаңа таныстықтарда болуы мүмкін деп көрсетіліп тұр. Жұптары жоқтар үшін жаңа жұптың табылуы түсіп тұр. Жұбы барлар бұл жерде кездесу, бір-біріне қарай жол, бірге жол жүру карталары көрсетіліп тұр. Қарым-қатынас, яғни алға қарай жылжуы түсіп тұр тауешкілерде. Енді жұмыс жақтарыңызды көретін болсақ, жұмыс жақтарыңыздан сіздерге бір үлкен лауазымға көтерілмеулеріңіз мүмкін. Егер де үлкен лауазымды ойлап отыратын болсаңыздар, оған осы 10 күн ішінде кішкене мүмкіндіктер болмауы мүмкін, көтерілмеулеріңіз мүмкін. Және де сіздің жұмыс жасауыңызға жасы үлкен ер адам сізге кедергі жасауы да мүмкін деп көрсетіліп тұр. Негізінен жұмыс жағынан сізде бір нақты көтерілу болады деп айта алмаймын, бірақ бұл жерде жалпы атмосферасында стабильность картасы түсіп тұр, бірақ бір қатты үлкен даму болады деп айта алмаймын. Енді қаржы жақтарыңызды көретін болса, қаржы жақтарыңыздан сізді алдағысы келетін, ақшаңызды алғысы келетін қу әйел адам бар болуы да мүмкін деп көрсетіліп тұр. Содан сақ болғаныңыз дұрыс. Ақшаңызды жаңада алдайтын адамдарға алданып қалмағандарыңыз дұрыс деп көрсетіліп тұр. Келесі бізде сулыйғыштар. 11-ші жұлдыз белгісі сулыйғыштарда жалпы атмосфера қалай болады? Махаббат жағы және де қаржы жақтары және жұмыс жақтарын көретін боламыз. Жалпы атмосферасында жол жүру, көп қимылдау,
бір орында тұрмау, яғни қыдыру, жол жүру, жұмыс мәселесімен болсын, басқа мәселемен болсын, әйтеуір іс қимыл әрекетте өтеді деп көрсетіліп тұр. Анда бару, мұнда бару деген сияқты. Енді махаббат жағын көретін болсақ, жұбы жоқтарда жаңа таныстық болмайды деп көрсетіліп тұр. Егер де сізге біреу көңілін білдіретін болса, сіз оны қаламауыңыз да мүмкін деп түсіп тұр. жұбыңызбен бір түсініспеушілік болуы мүмкін, бір-бірлеріңізге жаман жағынан емес, енді бір-бірлеріңізге бір еркеліктеріңіз де болуы мүмкін деп көрсетіліп тұр. Сізге үйленуге де ұсыныс жасалуы мүмкін, әйел адамдар көріп отқан болса, бірақ сіздер оған қатты ынталы болмауларыңыз мүмкін деп көрсетіліп тұр. Махаббат жақтарыңызда негізінен бір үлкен даму болайын деп тұрған жоқ. Сіздің айналаңызда сізді негізі ұнататын адам бар, айналаңызға қарағаныңыз дұрыс. Сіздің шынайы жаңағыдай тағдыр бойынша адамыңыз келіп тұруы мүмкін қазір. Осы 10 күн ішінде де. Яғни енді жұмыс жағын көретін болсақ, суығыштарда жұмыс жағыңызда өте керемет, өзіңізді жақсы сезіну, сізде барлығы бар, сізде барлығы толық, мықтысыз, сізге барлығы бағынады, күштісіз. Яғни сіз үлкен лауазымда болмасаңыз да, кіші лауазымда болсаңыз да, сіздің орныңыз бар, сізді сыйлай біледі. Тұрақтылық картасы түсіп тұр, даму, өсу, күшею картасы түсіп тұр. Енді қаржы жақтарыңыз көретін болса, қаржы жақтарыңыздың сіздерде қаржыларыңызды бір екіге бөлуге мәжбүр болуларыңыз мүмкін, яғни таңдау жасауларыңыз мүмкін. Көлік алу немесе үй алу деген сияқты. Бір ақшаңызды қай жаққа жұмсайын, қай жаққа жұмсаған дұрыс деген сияқты ойлану, немесе басқа адаммен ақылдасу, таңдау жасауға не істесем екен деп, мысалға жинаған ақшаңызды қайда жұмсасам екен деген сияқты, сондай ананы алсам немесе мынандай нәрсе алсам деген сияқты сондай таңдаулар жасауда болуыңыз мүмкін деп көрсетіліп тұр қаржы жақтарыңыздан. Негізі қаржының келуі, екі доход көзі көрсетіліп тұр қаржыдан. Енді бізде соңғы белгі балықтарды көретін боламыз. 12-ші жұлдыз белгісі балықтар. Балықтарда жалпы атмосфера қалай болады? Махаббат жақтарыңыз және жұмыс жақтарыңыз және де қаржы жақтарыңыз көретін боламыз. Балықтарда жалпы атмосферасында барлығы өз қолдарыңызда, барлық ситуацияны өздеріңіз қолдарыңызға аласыздар. Сіз қалай бағыт бұрасыз, барлығы сіздің бағытыңызға қарай болады деп көрсетіліп тұр. Өз қолыңызда барлығын өзіңіз жасайсыз, мықтысыз, күштісіз, барлығына жасаттырасыз қалаған нәрсеңізді деген сияқты нәрсе түсіп тұр. Яғни айналаңызда сіз контроль жасайсыз, айналаңызда болып жатқан нәрсенің барлығына өзіңізге де контроль жасау көрсетіліп тұр негізінен. Махаббат жағын көретін болсақ, заңды неке, отбасы, тұрақтылық, бойдақтар үшін үйлену, тұрмысқа шығу қыздар үшін, жұптары жоқтар өмірлік адам болатын жұп табу деп көрсетіліп тұр. Ұрысып қалғандар болса татуласу, тұрақты отбасылық өмір, яғни ұрыссыз, әділ, ешқандай изменасыз тұрақтылық керемет өмір көрсетіліп тұр махаббат жағынан. Енді балықтарда жұмыс жағынан көретін болсақ, жұмыс жақтарыңызда сіздерде тұрақтылық, лауазымыңыздың көтерілуі, көңіліңіздің толуы, жұмысқа деген жұмысыңызды ұнатып жасау картасы көрсетіліп тұр негізінен. Жұмысы жоқтар жаңа жұмыс табылуы түсіп тұр. Балықтарда енді қаржы жағынан көретін болсақ, сіздерге ақша көзі тоқтамай келіп жатыр, тоқтап қалатын кезі болмайды. Осы 10 күн ішінде подряд ақша келуі мүмкін, яғни сізге жайлап келеді. Үлкен көлемде бірден крупный қолыңызға ақша түседі деп айта алмаймын, бірақ көңіл толтырарлықтай күнделікті ақшаның сізге келіп тұруы. Ол сізге жұбыңыз берсін ол ақшаны, жұмыстан берсін, өзіңіз интернет желісімен жұмыс жасайтын болсаңыз да сізге күнделікті ақша түсіп тұрады. Яғни жететін, жеткілікті, өзіңізді жаңағыдай қауіпсіз сезінетін ақша да келуі мүмкін. Яғни депозитте ақша ашуыңыз мүмкін, өзіңіз сақтап жинауыңыз мүмкін ақшаңызды бастап осы 1-ші желтоқсаннан 10-ші желтоқсанға дейінгі аралығында деп көрсетіліп тұр. Жұлдыз жорамал осымен аяқталды. Тару картасын үйренгілеріңіз келсе, үйренулеріңізге болады. Айына 400-500 мыңға дейін табыс таба аласыздар. Егер де қызықтыратын болса, менің жеке WhatsApp нөміріме шығыңыздар. Жеке раскладтар үшін жұбыңыздың сізге сезім, ойы, махаббат, денсаулық, жұмыс жағында көретін боламыз. Ұнаса лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.